Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен аводок тоқуды жасауды үйренетін боламыз. Яғни бізге қажетті құралдар қайшы, леска, ине және тастар, қалпақтар, 8 мм тастар және мен мынандай қосымша натуральный тас қосып жатырмын. Ол болса да болады, болмаса да болады. Сосын моншақ және қалпақтар, бисер керек, және бізге аводоктың основасы керек. Бізде аводоктың менде қазір 3 түрі бар. Мынау пластмасса, сырты қапталған, мынау темір, сырты қапталған, және мынау 3 сантиметрлік аводок қалың. Біз қазір сіздерге осы темір жіңішкеге көрсетемін. Бүгін біз Dolce & Gabbana стиліндегі аводокты жасайтын боламыз. Ең бірінші лескамызды инемізге өткізіп аламыз. Қатты ұзын қылып өткізудің де қажет жоқ. Себебі леска өзі мынандай шыратылып қала беретін болғандықтан тез шатасады. Ал тігу барысында қайта шатасып отқан уақыт көп жоғалтқаннан гөрі ұзын қылып кесіп, қысқа қылып, көп қайта өткізсек те, бірақ қысқа қылып солай тіккен жақсы. Себебі кезінде талай ұзын қылып тоқып, мен өзім кішкене қиналғанмын. Екі қабаттап тіксеңіздер де болады, немесе бір қабатпен тіксеңіздер де болады. Қазір бір қабатпен емес, екі қабатпен тігейін деп жатырмын. Бірінші үлкен тастарды тігетін болғандықтан екі қабаттап тігем. Одан кейінгі үлкен тастарды тігіп болған соң бір қабаттап тігемін. Себебі біз бисер мен тоже өткізетін болғандықтан жаңағы екі қабаттап тұрып бисерді тіксек өтпей қалады. Леска қалың болып кетеді, тігілмей қалады. Сол себепті осындай. Мына жерде бізде тастардан хрусталь, капелка тас, хрусталь тасының капелка түрі, және матовый қара бусинки, және хрусталь тасының 10 мм түрі. Сонымен қатар қара моншақтар қойып қойдым, қазір керек болса қолданамын деп. Және 8 мм хрусталь тасы. Енді аводогымызды бастаймыз. Лескамызға жақсылап өткізіп алдық. Мен аводокты төменінен бастап тоқуғанша кеңес бермеймін, себебі ол кішкене баста тұрған кезде ыңғайсыздау болып жатады. Сол себепті мына жақтан екелі немесе бір 2-3 см жоғары тоқисыздар. Жібімізді мына жағынан кіргізіп, былай шығарамыз. Себебі біздің мына жерде жаңағы лескамыздың түйіні көрініп тұрмайды, егер мына жерден былай кіргізсек. Осылай мына жағынан кіргіземіз. Ол қазір моншақтардың астында жасырылып кетеді. Мынандай қалдықтары көрінбейді. Бұл моншақтың астында жасырылып кетеді. Содан соң енді біз ең бірінші каплян тастарды тігіп шығамыз. Капелка деп шатасып отырмын. Былай ұзыннан қоямыз. Сіздерге түсінікті болу үшін барынша асықпай тігіп көрсетуге тырысамын. Кішкене қиғаштап қойсаңыздар болады. Бұл жерде ескере кететін жайт, тігіп кете берсек, біздің
бусинкаларымыз мына жерде мысалға қараңыздар, қазір көрсете салайын. Сәл былай босап тұр, иә. Негізі ондай болмау үшін жаңа біз сразу не істейміз. Мына жерде біз мына жерге шығарып тұрып сіздерге көрсетіп жатырмын ғой. Ал негізі сразу осы жерден кіргізгеннен артынан қайтадан шығарамыз. Мына жерден енді былай қарай шығара салайын. Сіздерге түсінікті болсын деп көрсетіп жатқаным ғой. Екінші рет көрсетемін. Мына жерден жаңа кіргізгеннен сразу кіргізіп, мына артынан осылай шығарып, осылай тоқысаңыздар, тіксеңіздер, тастарыңыз өте мықты отырады. Жаңағыдай есеп қалмайды. Арасына бір осы иненің ұзындығындай қылып ара қашықтықтарын жасасаңыздар болады. Қатты қиындатпай келесі тасты тігеміз. Мына көрдіңіздер ғой, леска қатты бүйтіп ширатып қалады, сол себепті ұзын қылудың қажеті жоқ. Көрдіңіздер ме? Мына бағана бүйтіп ойнап тұрған тас уже қазір қатты болды. Міне қазір тағы біреуін көрсетейін сіздерге. Қойдық. Тура осылай басып тұрып, мына қайтадан арт жағынан шығарамыз. Көрдіңіздер ғой. Бір сөзбен айтқанда, моншақты 2 рет айналдырып тігеміз ғой. Сол кезде сізде төбеңізде нелеріңіз, ободоктарыңыз қисайып, немесе қайта-қайта ауып кетіп, или тастар салбырап, бір жағымсыз жағдай туғызбайды. Енді мынандай повороттарға келгенде, иненің ұзындығындай ала алмаймыз да. Сол үшін кішкене осылай өткізіп тоқсаңыздар, тіксеңіздер болады. Ара қашықтан бірінші үлкен тастарды тігіп аламыз осылай. Ана байқасаңыздар, бізде тастарымыз былай келе жатыр. Суткамен түсіріп отырып тіккен кішкене ыңғайсыздау. Сіздерге барынша түсінікті болу үшін осылай түсіріп жатырмын. Мына осылай барлығын ара қашықтығын қойып, соңына дейін тоғып шығамыз. Мына мен тоғып жатқан кезде лескам бітіп қалды. Сол үшін бүйтеміз. Қатты қысқа болып қалғандықтан мына жерінен былай кеземін. Бұны былай
түйгенге де ыңғайсыз болып қалды. Содан соң мына екеуін екі бас қылдық қой. Екі қабаттап тігіп жатыр едім ғой. Сол екі лесканы бір-біріне байлаймын. Лескаларыңыз бітіп қалса, осылай жасасаңыздар болады. Ортасынан бастысы мынандай орта жағынан не істеу керек. Мынандай шет жағында көрініп бүйтіп, мына жағынан бүйтіп шығып тұрмау керек. Қиып тастаймыз. Қазір қайтадан инемді лескадан өткізіп жалғастырамын. Мұны мен барлығын біркелкі тоқып шықтым. Тігіп. Енді осылардың ортасына жүргіземіз. Мына жерден негізгі тастарымызды бірінші тігіп аламыз. Содан соң қалған жан-жағын майда тастармен жабамыз. Бірінші біріншінің қалпағын кіргіземіз. Сосын мынау оң жақты кіргіземіз. Содан соң қалпақты кіргізіп жабамыз. Негізі мен бұл Dolce & Gabbana стилін неге дәу авадокқа тоқитынмыншы. Бірақ қазір сіздерге ол ұзақ уақыт алатын болғандықтан кішкентай авадокқа көрсетіп жатырмын. Дәу авадокқа тоққан кезде тастар өте көп кетеді. Біріншіден, екіншіден ұзақ уақыт алады. Енді сіздер жаңадан үйреніп жатқаннан кейін ол кішкене қиындық туғыза ма деген ниетпен кішкентай авадокқа көрсетіп жатырмын. Себебі кәсістер өте оңай әрі тез әдемі бұйым жасап үйренген кезде ғана сіз ары қарай шабыттанасыз, әрі қарай дамытасыз. Сол үшін осылай сіздерге жеңіл жағын қарастырып жатырмын. Ақ босеңкейді кіргіздік. Енді ортасынан шығарып көрсетем. Кішкене авадок тіккен кезде қиындау болғанмен бітірген кезде өте әдемі болып шығады. Ақ және мына 10 миллиметрлік тасымызды аламыз. Қалпақты кигіземіз. Олай түбіне апарып алғаннан кейін бисерімізді кіргіземіз. Шатасып кетпей жаңа. Бисер шығарған күйі қалдыра салдым. Осылай апардық. Бисерімізді де апарамыз. Бірақ бисерден емес, бұлай сыртынан кіргізіп өткіземіз. Себебі жерде қазір көресіздер. Асықпай жасай беріңіздер, себебі
қатты шатасып қалады мына леска тіккен кезде, әсіресе ободок тіккен кезде. Міне көрдіңіздер ме, мынандай болып тігілді. Енді келесі тағы көрсетейін, кішкене барлықтарыңызға түсінікті болу үшін. Мынандай ортасына жетпей жатса, былай өткізіп, кәдімгі тіккен сияқты қылып, жылжытып өткізе беріңіздер. Қиналып, ине сындырып алып, сондай жағдайлар болмай қойсын. Жай ғана осылай керек жерімізден тігіп шығарамыз. Міне, қараңыздар, мынаны тіккен кезде мынандай аралықта өлшейсіздер ғой. Ал мынаны тіккенде тура қақ ортасынан өлшейсіздер. Түсіндіңіздер ғой? Себебі қазір анадан мынандай қақ ортасынан шығарып тұрып тіккен кезде ол былай жатып тігіледі, сол кезде мына жаққа тақалып кетеді. Сол үшін мынандай екі дәу тасымыздың шамалап ортасынан аламыз. Лескаларыңызды сразу дұрыстап тартып алыңыздар. Арасына қалып кетпесін. Енді міне қалпағымызды кіргіземіз. Ободоктың түрлері өте көп. Содан соң размеріне қарай тоже әртүрлі стильде жасауға болады. Ободоктың мысалы расходына ондай қатты көп ақша кетпейді, бірақ сатылымда өте жоғары бағада сатылады. Браслет болсын, мысалы браслеттің расходына, шығынына, яғни заттарына 500 теңге кетсе, ол браслетті сіз жоқ дегенде 1000-1500, 2000 теңгеге сатасыздар. Арзан сатты дегеннің өзінде. Ал енді қол өнерімен айналысам, ұялмай сата аламын дейтін болсаңыздар, қиналмай 3-4 мыңнан сата аласыздар. Ой. Мына көрдіңіздер ме, біз қабаттап айналдырып тіккеннен кейін, мына біздің тастарымыз солқылдап, және салбырап, бір жағымсыз көрініп жатқан жоқ. Өте әдемі және мықты қадалып жатыр. Ортасынан өткіздік. Жаңа түсініксізде болып қалды ма? Сіздерге осы қараны тасты тіккенді жақсылап көрсетейін. Мына қара тасымызды алдық. Мына қалпағымызды кіргіздік. Осыны соңына дейін жібереміз. Осылай жіберіп ұстап алыңыздар. Қазір бисер салған кезде кішкене тігу ыңғайсыз болып кетеді. Міне бисерді өткіздік. Осыны осы жерде ұстап тұрып,
былай қадап аласыздар ғой. Түсіндіңіздер ме? Мына жаққа түсіп кетпесін де ана тасыңызшы, себебі қазір ана бисерге келіп қалады да тартқан кезде ыңғайсыз болады. Былай тарта салсаңыздар жылдам тігіледі. Енді келесі ақ тасымызды тігеміз. Ақ, сосын осындай қара, одан кейін ақ, қара, солай соңына дейін айналдырып тігіп шығыңыздар, сосын келесі этапты көрсетейін. Міне мен мына ақ қара тастарды тоқып біттім қалпақтармен. Енді қараңыздар, мен мына жерде дәу тастарды алдым, бірақ бұны қолданбайтын болдым. Себебі мен алдын тоққан кезде мына аводокқа тіккенмін. Ол кезде қажет болған бұл тастар. Қазір енді мен жіңішкесіне тоқып жатқан, ол тастар қажет емес. Орнынан мынандай кішкентай және мына 8 мм хрусталь тасын араластырып тоқимыз, тігеміз. Мына жерде мынандай тас болса, осындайды да қоссаңыздар болады. Енді бұндай жоқ болса, онда қатты бүйтіп қажет емес бұл. Бұл мен өзім жеке фантазиямнан қосқан тастарымды. Жылтырап әдемі болып көрінетін болғандықтан қосып тіккенмін. Әрі басқаша кішкене өзгешелік береді. Міне. Алып, бұларды кәдімгідей тоқып, тігіп, бос орындарды толтырамыз. Кішкене лескам ұзындау болып кетіпті. Сол себепті айналдырып босеңкейдің тура сол бастапқыдағы жеріне кіргіземіз. Солай тіксеңіздер, кішкене бағанағы айтқанымдай аводоктарыңыз өте качественный шығады. Қиналмай, уайымдамай айтасыз, сапасына гарантия бере аламын деп. Мынаны қараңыздар, тігіп, осылай тігіп кете беретін болсақ, осындай төбесіне қарап қалады. Сол үшін жаңағыдай қылып айналдырып тіккен кезде мынандай әдемі болып, уже қайтадан формасына келіп, мынандай фигурасы көрініп тұрады. Байқадыңыздар ма? Енді осыны тіктік. Осыдан кейін астынан кіргізіп жүрмей, тағы уже жанына мынандай кішкентай бусинкемізді қосып жіберсек болады. Мынандай кішкентай бусинкеларды айналдырып жаңағыдай тікпесек те болады. Себебі бұлар өзі жеңіл әрі не болғандықтан мұндай қатты қажет етпейді оны. Бізде әсіресе хрусталь тастары бар ғой, ауыр болады. Соларға жаңағыдай айналдырып тігу қажет. Себебі не істеп қалады, жаңағыдай салбырап, жаман болып қалады. Мына жерге қосып жіберсем ба деп тұрмын. Бұл жерде бір ереже жоқ. Мысалға, осы бос орындарын толтырған кезде тек мынау ретімен тұру керек деген сияқты, ондай ештеңе жоқ. Жай ғана өзіңіздің ішкі түйсігіңізге қарайсыз, бұйымыңызға қарайсыз, қалай шығып жатыр. Одан кейін бір-біріне, мысалы, екі дәу тастарды бірге тігіп тастамайсыздар да. Енді оны барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Сонан былай. Бастысы бос орындарды толтырып, әдемі үйлесіп тұрса болды. Осы тігу барысында бос орынды қатты қалдырудың қажет жоқ. Ол аводогыңызды жаман көрсетеді, бір жағынан екі жұмыс болады. Жаңағыдай не істегенге. Сіздер осындай бітіріп болғаннан кейін еще
тағы бір қатар жаңағыдай не істеп отырасыздар да, тігіпші бос орындарды толтыру үшін. Енді бос орын болмайды емес, болады, но бірақ кішкене жұмысы аз болатындай қылып осы ободогымызды бітіруіміз керек. Осылай. Так, мына жерінен былай шығарсақ. Мұны көрдіңіздер ме? Біздің мынандай түйілген нелеріміз ободоктың астыңғы жағында, тастардың астында көрінбей қалып жатыр. Қайта-қайта жасаған түйіндеріміз үшін. Мына осылай соңына дейін тігіп шығамыз. Бұл жерде анау айтқандай түсінбейтін, не қатты бір қиындық туғызатын жайт жоқ деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға немесе WhatsApp сілтеме арқылы WhatsAppқа жазсаңыздар болады. Мына қараңыздар, осындай түсініксіздеу болып тұрған жерде сразу инені кіргізіп жібермей, әшейін неден өткізіп көріңіздер, қалай болады, қалай болып тұрады, нормально тұра ма. Егер үйлеспей жатса, сразу тасыңызды шығарып алып, басқа тас қойып орнына сондай жасасаңыздар болады. Тігіп қойып, оны кесіп сөйтіп жүрмейсіз. Егер мына жерге тастың размері келмей қалады кейде, жаңағыдай орындар толмай, не тас сыймай қалып, сондай болған кезде солай жасасаңыздар болады. Так, лескам сәл ұзындау қылып не қылыппын, сол кішкене шатасыдыр. Леска осындай шатасқан кезде мүмкіндігінше асықпай, ашуланбай, әдемілеп шатасын жазып алсаңыздар бұл жақсы. Қайта-қайта кесіп, жаңағыдай өзіңізге де ыңғайсыз болмайды. Мына осылай тігіп шығамыз. Ободоктың мынандай жан-жағына шығып жатса уайымдамаңыздар. Ол жіңішке ободоктардан нормально. Енді прям андай кішкентай тастармен тоққан кезде сондай жиегін шығармай тоқсаңыздар болады, тіксеңіздер болады. Бірақ біздің ободоктың стилінде ол мүмкін емес. Өзі әртүрлі фигуралардан жасалған тастармен тігіліп тұрғандықтан жиегіне міндетті түрде шығады. Осылай соңына дейін тігіп шығамыз. Мына мен соңына дейін тоқып бітірдім. Енді мына жерде қазір біз ашық орындарын, жаңағыдай бос қалған орындарын жасыратын боламыз. Мына біздің ободогымыз.
өте әдемі болып шықты. Енді мына жерге кішкентай біреуін қойып жіберейін. Енді андай кішкене көрініп тұр ғой. Негізі мына неде мен барынша мынандай бос орын қалдырмай тоқыдым. Енді кішкене қалып кеткен жерлерін және үстіне фурнитура қосып көрсететін боламын. Негізі бұл шапкаларды жеке былай тігіп бара жатқанда тоқса болады, аналар сияқты. Бірақ кішкене сіздерге түсінікті жаңағыдай жеңілдеу болу үшін осындай ең соңында үстінен тоқып шықсаңыздар болады. Мына мен қазір басқа түрдегі шапкаларды қоссам ба деп жатырмын. Барлығы бірдей болмайды, сол кезде кішкене әдемі болатын. Қараңыздар, мына кішкене ашық қалған жерлерден осылай шығарып аламыз. Қалпақты кигіземіз және 3 бисерді өткізіп аламыз. Содан соң мына қайтадан қалпақты осылай кигіздік қой. Сол жерден қайтадан шығарамыз. Сол кезде мына ортада бисер ұстап қалады ортасын. Осылай соңына дейін тігіп шығасыздар. Бұл жерде мысалы мына жерде жаңа 3 бисер, 5 деп жатырмын ғой. Ол қатты бір қатып қалған заң бұл емес. Арасында тек қана 1 бисер, 2 бисермен де жасауға болады. Бірақ мына шапочкаңыздың несіне қараңыз. Тезгене, егер мына сияқты дәурек болса, онда ол 1 бисер болмайды. Ал одан кішкентай тесіктегі шапкалар, қалпақтар болса, онда жасай берулеріңізге болады. Мына байқасаңыздар, турамен ашық қой, ашылып кішкене ашық жері көрініп тұрған жерлерден жасап жатырмын.
осылай соңына дейін тігіп шығамыз. Содан соң бітірген кезде лесканы қалай жасырып қою керек екен және қалай соңғы түйінді жасайтынымызды көрсететін боламыз. Міне мен соңғы қалпақты тігіп жатырмын. Міне. Енді осы жерден біз кішкене бүйтіп матаға іліп алып байлаймыз. Содан соң мына тастардың астымен матадан былай әшейін тігіп шығамыз. Сол кезде біздің лескамыз бір жағынан көрінбейді, бір жағынан моншақтарымыз ағытылып кетпейді. Осылай міне. Енді лескамызды кесеміз. Кескен кезде мұқият болыңыздар. Осындай түбінен кесіп жатып, анау тігіп қойған лесканы қиып алмаңыздар. Міне біздің ободогымыз дайын. Өте әдемі әрі нәзік. Ең бастысы кез келген киіммен, кез келген стильмен киіп кете беретін, тағып кете беруге болады. Бұны орамалдың сыртынан да, шашқа да, түйілген шашқа да, өрілген барлығына тағып беруге болады. Көктемге өте әрі универсал, әрі ерекше ободоктардың бірі.